Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгінгі біздің сабағымыз көпбұрыштар. Көпбұрыштарда қайталау сабағы болады. Бізге берілген тапсырма мынадай. Көпбұрыш ABCDEF берілген, дөңесі 6 бұрышы берілген. Бұрыш А мен Б бізде 130, С мен Д 80, F пен E тең екен. Енді F бұрышының градустық өлшемін табыңыз дейді. F пен E тең болғандықтан F-ті ғана таба салуға болады. Ол үшін біз не істейміз? Ең бірінші бізге дөңесі 6 бұрыш берілгендіктен біз N-2 көбейтілген 180 градус деген көпбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысын табамыз. 6 деген 4 көбейтілген 2 болады, бізде 720 градус. Енді екінші осы 720 градуста бізге белгілі бұрыштарды азайтып тастаймыз. 130 градустан бізде 2 және 80 градустан бізде 2. Ары қарай 720 градустан азайтамыз. 260 қосылған 160 болады 420 градус. 420 градусты азайтып тастасақ, бізде 300 градус болады екен. Енді F бұрышын табу үшін 300 градусты 2-ге бөлсек, бізге жеткілікті. Сонда бізде 150 градус деген жауап шығады. Жауабы F бұрышы 150 градус екен. Міне осылай шығарады екенбіз. Келесі дәл осындай көпбұрыштарға байланысты тағы бір тапсырма бар. Дұрыс 6 бұрыш пен дұрыс 5 бұрыштың қабырғаларының арасындағы X бұрышының шамасын анықтаңыз дейді. Екі көпбұрыштың бізде қабырғалары бір-бірімен жанасып жатыр. Бір ортақ қабырға болып жатыр. Олай болса, біз қалай табады екенбіз? Бірінші бізге берілген дұрыс 6 бұрыш пен дұрыс 5 бұрыш болғандықтан, жаңағы формула арқылы N-2 көбейтілген 180 деген формулаға салып, біз 4 көбейтілген 180-ді тауып аламыз. Сонда бізде 720 градус болады екен. Дәл солай екінші N-2-ге қоятын болсақ, 3 көбейтілген 180 градус. Ол бізде 540 градус болады. Енді үшіншіден біз не істейміз? 720 градусымыз бізде дұрыс 6 бұрыш болғандықтан, барлық бұрышы тең деген сөз, 720-ны бөлеміз 6-ға. Сонда бізде шығады екен 120 градус. Дәл солай 540 градусты бөлеміз 5-ге. Дұрыс 5 бұрыш болғандықтан 108 градус болады. Енді толық бұрышымыз бізде 360 градус болғандықтан 360 градустан біз азайтамыз. Жаңағы 2 біздің тауып алған бұрыштарымыздың қосындысын. Бізде 228 болады. 360-тан 228 азайтатын болсақ, бізде 132 градус болады. Сонда бізде жауабы 132 градус деген жауап шығады екен. Назарларыңызға рахмет.